Мен қазір MetaMask деген криптовалюта сақтауға арналған кошелекті қалай 2 минутта ашуға болады көрсетем. Жүктеп алуға арналған сілтемені осы видеоның астына тастап кетем, сол жерден бірден өтсеңіз болады. MetaMask деп Google-ге жазамыз, бірінші сайт ашылады. Міне осында иконкасы MetaMask дегенді басамыз. Әрі қарай Download for дегенді басамыз. Сол кезде бізде арнайы бет ашылады. Енді сіздің браузеріңіз басқаша болатын болса, кішкене мына жүктейтін бет өзгешелеу болуы мүмкін. Осы жерде install немесе установить деген батырманы басамыз. Бұл Chromeға арналған жай ғана расширение. Мобильный приложениесі бар, сонда скачать етіп алсаңыз болады. Осыны басамыз, азырақ күтеміз. Интернет жылдамдығыңызға қарай әртүрлі уақытта жүктеледі. Начало работы дегенді басамыз. Я согласен. Мынаны оқып шықсаңыз болады, және я согласен. Бұл жерде егер сіздің бұрын ашқан кошелегіңіз болатын болса, импорт кошелька дегенді басамыз, әрі қарай сол кошелектің сөздерін енгіземіз, солай соны қайтадан восстановить етуге болады. Біз создать кошелек дегенді басамыз, новыйдан сақтау үшін, және MetaMask'ке пароль қоямыз. Ол пароль кез келген адам осы кошелекті аша алмауы үшін. Бұл пароль тек қана MetaMask'тың өзіне қойылады. Бұл мына криптоны сақтайтын кошелектің паролі емес, оған арналған бізге сөздер береді. Осыны қоямыз, создатты басамыз, күтеміз азырақ, және әрі қарай мына видеоны көрсеңіз болады, далені басамыз. Одан кейін сізге секретный фраза для восстановления деп тұрады. Енді қараңыз, бұл осы кошелектің паролі деуге болады. Бұны жоғалтатын болсаңыз, сіз кошелегіңіздегі бүкіл ақшадан айырылуыңыз мүмкін. Сондықтан мынаны ашыңыз, бір жерге жазып қойыңыз. Қазіргі жағдайда мына OnePassword деген секілді сервистерді ұсынады. Қағазға жазып, көрінетін жерге сақтап қою бұл жаман идея, себебі мынаны біреу көретін болса, восстановить етіп ішіндегі ақшаны өздеріне былай ұрлауы мүмкін. Маңызды бір жерге жазыңыз, бірнеше жерге сақтап қойыңыз, жоғалмайтын, біреуі өшіп кеткен жағдайда сол басқа жерден алатындай. Кейбір жағдайда адамдар мынаны жазатта банктегі арнайы ячейкаларға дейін сақтап қояды. Мен мынаны көшіріп алам, және оны осы жерге сақтап қояйын. Қазір бұл не үшін керегін айтам. Осыны мен сақтап алдым. Сіз міндетті түрде жазып қойыңыз. Далені басам. Енді жаңағы сөздерді мына жерге жазып шығуымыз керек. Біз енді қателеспегенімізді білу үшін. Бірінші сөз менде Rose деп тұр. Яғни жаңағы мына реттілік бойынша бірінші Rose дегенді басамыз. Подтвердитті басамыз. Егер бәрін дұрыс ретімен қойған болсаңыз, орындарын ауыстырмайсыз. Мына Rose бірінші тұр ма, демек бірінші тұру керек. Подтвердитті басамыз. Окей, міне бізде новыйдан кошелек ашылды. Все выполнено басамыз. Және бізде міне Ethereum'ның сеті тұр. Мына жерден басқа да сеттерді қоссаңыз болады. Мысалға Binance Smart Chain, Solana немесе басқа кез келгенін. Қазіргі жағдайда мен мысалға мына жерде Ethereum деп тұр, басқа кез келген криптоны осы жерге сақтауға болады. Обновить списокті басып, обновить етсеңіз болады, импорт токенді басып, мына жерге әртүрлі басқа да токендерді қойсаңыз болады. Мысалға Binance Smart Chain, Binance Coin бар, далені басып қоссаңыз болады кошелегіңізге. Және отправить етуге болады, басқа жерге жіберуге болады, және обменять етуге болады. Бұндай сервис бар. Мысалға, мына менде BNB болатын болса, оны басқа токенге айырбастасам болады. Мысалға Ethereum немесе Matic деген секілді Shiba Coin бар. Бұл әртүрлі биржалардағыдай кошелек емес, бұл сіздің өзіңіздің кошелегіңіз. Бұл жерден ақшаны ешкім ала алмайды. Импорт токенді басып, тағы да басқа түрін қоссақ болады. Мысалға міне дәл осылай біз осы кошелегімізді ашуымызға болады. Мына сөздерді ешкімге көрсетпейсіз, ешкімге айтпайсыз, бірнеше жерге сақтап қойыңыз, жаттап алсаңыз болады. Бірақ жатқа сеніп керек емес, шатастыруыңыз мүмкін. Және мынаны жазған кезде мына орындарын алмастырмаңыз ешқашан. Орындар қалай тұр, дәл солай жазыңыз. Қағазға жазатын болсаңыз, сейфке салып қойыңыз, немесе бір компьютерде бір жерге программаларға сақтап, шифровать етіп, сол жерге қойып қойыңыз, немесе мынаны біреу тауып алған жағдайда да көрген кезде де қағаздан түсінбес үшін кейбір сөздерді ауыстыруға болады орны. Мысалға бірінші сөзбен соңғы сөзді ауыстырып қоятындар бар, бірақ солай істегеніңізді ұмытып кетіп жүрмеңіз. Ондай жағдайда
мына кошелектегі активіңізден айырыласыз деген сөз. Адамдар таба алмас үшін осындай қулық жасайтындар бар, немесе сол сияқты жолдары бар. Мынаған өте мұқият болыңыз. Бұны восстановить ету, егер ұмытатын болсаңыз, жоғалтатын болсаңыз, ол мүмкін емес. Себебі мына кошелек бұл бір орталықтан басқарылмайды. Бұл тек сіздің өзіңізге ғана тиесті. Binance немесе сол сияқты аккаунттар болса, ол биржаға тиісті, ол жерден восстановить етуге болады.